Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Егер жүктіліктің 40-шы аптасында болсаңыз, толғақ белгілері әлі жоқ болса, осы видеоны көруге кеңес беремін. Үйде босануды қалай ынталандыруға болады? Әдетте жүктіліктің 40-шы аптасында әйел босануға дайын. Егер сіздің жүктілігіңіз 40 аптадан астам уақытқа созылса, сіз ыңғайсыздықты, шыдамсыздықты және мүмкіндігінше тезірек босануды қалайтын шығарсыз. Босануды тудыратын медициналық араласуды шешпес бұрын оны табиғи әдістермен үйде жасап көріңіз. Ескерту: кез келген әдістерді қолданбас бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Бірінші әдіс: кейбір тағамдарды жеу. Ананас жеңіз. Ананас босануды тудыратын жеміс. Оның құрамында босануды жеңілдететін және бастайтын бромелайн бар. Бұл фермент босануға көмектесе алады. Жаңа ананастарды жеп, ананас шырынын ішіңіз немесе ананас смузиін жасаңыз. Талшықты көбірек жеңіз. Талшыққа бай тағамдар іш қатудан аулақ болуға көмектеседі. Іш қату кезінде ішек немесе тік ішек толтырылып, нәресте туу арнасынан төмен қозғалу үшін қажет кеңістікті алады. Жүктіліктің соңғы апталарында жемістер мен көкөністерді көп жеңіз. Қараөрік және басқа да кептірілген жемістерді жеу де көмектеседі. Таңқурай жапырағынан шай ішіңіз. Мұндай шай бұлшықеттің жиырылуына ықпал етеді. Жатырды нығайтады және сергітеді. 100 мл қайнаған суға 1 пакет шай құйып, 1 кесе шай қайнатыңыз. Оны суда 3 минутқа қалдырыңыз. Суытып ішіңіз. Жазда таңқурайдан мұздатылған шай жасап, оны сергітетін сусын ретінде ішіңіз. Екінші әдіс: денеңізді дұрыс орналастырыңыз. 4 аяққа тұрып қалсаңыз, бала қолайлы жағдайда болады. Баланың басы жатыр мойнына басқанда, ол кішірейеді немесе жырыла бастайды. Күніне бірнеше рет 10 минут бойы 4 аяқпен тұру арқылы сіз балаңыздың басын оңтайлы күйге келтіре аласыз. Үшінші әдіс: денеңізді босануға дайындаңыз. Серуендеу, жаяу жүру баланы туу арнасынан төмен жылжытуға көмектеседі. Баланың басы жатыр мойнына басылғанда босануға аз уақыт қалды. 15-20 минут бойы жаяу жүруге тырысыңыз. Сыртқа шығудың өзі де пайдалы болуы мүмкін. Тік төбеге шығуға тырысыңыз. Осылайша сіздің денеңіз белгілі бір бұрышта алға жылжиды. 40-45 градусқа еңкейту балаңызға өзін дұрыс позицияға түсіруге көмектеседі. Жыныстық қатынас. Серіктесіңізбен жыныстық қатынас сіздің денеңіздің гормондарына ұқсас простагландиндердің өндірісін тудыруы мүмкін. Простагландиндер босануды тудыруы мүмкін. Сіздің қынапқа эякуляциядан кейінгі сперматозоидтар жатыр мойныңызды жұмсартады және кеңейтеді. Сонымен қатар денеңізді босануға дайындайды. Оргазм простагландиндердің шығарылуын ынталандырады. Егер сіздің суыңыз бұзылған болса, жыныстық қатынасқа түспеңіз, себебі бұл инфекцияға әкелуі мүмкін. Сүт бездерге массаж жасаңыз. Емізікті ынталандыру жатырдың жиырылуын тудырудың тағы бір жолы. Емшек үшін бас және сұқ саусақтарыңызбен 2 минут бойы бұрыңыз. 3 минут үзіліс жасаңыз. Мұны 20 минут бойы жалғастырыңыз. Тітіркенуді болдырмау үшін саусақтарыңызды зәйтүн майымен майлаңыз. Денеңізді босаңсытыңыз. Жылы ванна қабылдаңыз. Жылы ваннада отыру бұлшық еттеріңізді босаңсуға және кернеуді жеңілдетуге көмектеседі. Терінің қызаруын болдырмау үшін судың тым ыстық емес екеніне көз жеткізіңіз. Жақсылап жылап алыңыз. Жылау шиеленісті жеңілдетуге көмектеседі және бұл алдағы туылғанға дейін денеңізді босаңсытады. Жүктіліктің бұл кезеңі өте стресс болуы мүмкін, сондықтан өзіңізге жылауға мүмкіндік беріңіз. Майлықтардың қорабын алыңыз да жылай бастау үшін әсер ететін фильмді қосыңыз. Достар, сіздерге жеңіл босануларыңызға тілектеспін. Видео сіздер үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.